Hi children, how are you? Сәлеметсіздер ме балалар? Today we speak about zero conditional and first conditional. Сонымен zero conditional және first conditional дегеніміз не? Негізінде conditional дегеніміз бұл бізде шартты сөйлем. Zero conditional, first conditional деп ол шағына қарай бөлінеді екен балалар. Сонымен бұл zero conditionalда балалар бізде сөйлемде шарт қойылады. Және оның міндетті түрде нәтижесі болады. Сол себептен бізде сөйлем екіге бөлінеді. Міне көріп тұрғандарыңдай. First conditional, zero conditionalда балалар бізде екі жағында да екі бірдей шақ болады. Ол бізде present simple және present simple. Екі жағында да. Мысалға, if you heat water to 100 degrees, it boils. Егер де сен суды 100 градусқа дейін қайнатсан, ол піседі. Демек, ол үшін біз present simple'ның ережесін білуіміз керек. Демек, егерде he, she, it есімдіктер болса, pronouns, онда біз етістікке s жұрнағын жалғайды екенбіз. Одан басқа барлық есімдіктерге ешқандай жұрнақ жалғанбайды. Түсінікті ғой балалар. Ал бізде келесі first conditional. Оның zero conditional айырмашылығы жаңа басында айтып өткендей, оның шағына байланысты. Яғни, шартты біз present simple'да қоямыз да, нәтиже бізде future simple'да болады. Мысалға, if I study, егерде мен сабақты оқысам, I will pass my exams. Мен емтиханымды тапсырамын. Яғни, if I study мына жерде бізде present simple'да, ал мынау бізде келер шақта, яғни біз білеміз, will ол бізде future simple'дың көмекші етістігі. Және де балалар тағы да бір айтагерлік, zero conditional болсын, first conditional болсын, сөйлемнің екі жартысы орындарын ауысуы мүмкін. Мысалға, I will pass my exams, мен емтихандарды тапсырамын, if I study, егер де мен оқысам. Бірақ шарт міндетті түрде if пен бірге жүреді. Демек, келер шақ емес, осы шақ бізде if пен жүреді. Ал оның нәтижесі, яғни келер шақта болады екен балалар. Енді қазір осыны видеоны қарап шығыңдар. Түсінбесеңдер екінші рет тағы да бір қарап шығыңдар. Содан кейін осыған байланысты тапсырмалар орындаймыз.